Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып ағаш сумен өседі. Дерево растет водой. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Айнала, вокруг. Отырғызу, садить. Әрине, конечно. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Мен ағаш отырғызамын. Сен ағаш отырғызасың. Сіз ағаш отырғызасыз. Ол ағаш отырғызады. Бұл жіктік жалғауы. Алма. Ағаш отырғызамыз. Суретке қара. Посмотри на картинку. Суретте не көріп тұрмыз? Мектептің айналасы. Екінші тапсырма: мәтінді оқы, мәтінне жаңа сөздерді тап. Прочитай текст и найди новые слова. Біз сенбі күні мектептің айналасына ағаш отырғызамыз. Мұғалім ағаш әкеледі. Біз алма, алмұрт, шырша ағаштарын отырғызамыз. Ағаштар да шөлдейді. Сабақтан кейін ағаштарды суарамыз. Ағаштар сумен өседі. Мы в субботу вокруг школы садим деревья. Учитель принес дерево. Мы посадим яблоню, грушу, йогу, и деревья хотят пить. После урока поливаем деревья. Деревья растут водой. Үшінші тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Мектептің айналасында балалар не істеді? Что делали ребята вокруг школы? Мұғалім не істейді? Что делает учитель? Балалар қандай ағаштарды отырғызды? Балалар ағаштарды қашан суарады? Ағаштар немен өседі? Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып көшіріп жаз. Вставь пропущенные слова. Мен ағаш отырғызамын. Сен ағаш отырғызасың. Сіз ағаш отырғызасыз. Ол ағаш әкелді. Бесінші тапсырма: суретке қарап жауап бер. Мектептің айналасында не бар? Посмотри на картинки и скажи. Ответь на вопрос. Что есть вокруг школы? Мектептің айналасында алма, алмұрт бар. Алтыншы тапсырма: диалогты толықтырып оқы. Дополни диалог и послушай. Кел жаттайық. Жақсылықты қолдаймыз, табиғатты қорғаймыз. Тал егеміз, бақтарға айналасын қоршаймыз. Бақдәулет Төлебаев. Есте сақта, запомни. Бұл алма ағаш. Мектептің айналасына ағаш отырғызамыз. Ағаш шөлдейді. Біз ағаштарды суарамыз. Ағаш сумен өседі. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.